Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін достар. Бүгінгі тақырып Жұлдыз Әбдікәрімова. Оны бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Қайрат Нұртастың жұбайы тағы да ел назарында. Бұл жолы Жұлдыз Әбдікәрімова актер Қуандық Шәкіржановпен әзіл видео түсіріп елдің талқысына түсті. Көпшілік Жұлдызды әкесі мен жасты кісіге қылмыңдады деп айыптауда. Шәкіржанов пен Әбдікәрімова әлеуметтік желіде кеңінен тараған әзілді қайталады. Онда Жұлдыз актердің үйіне теледидар көруге шақырады, ал Шәкіржанов бас тартады. Кадрда актердің жартылай жалаңаш күйде тұрғаны жұртқа жақпай қалды. Ерсі көрінеді екен. Дегенмен үлкен еркектің қыз балаға актриса ең нашар мамандық қой деп айтып жатыр. Қайрат қызғанып қалмасын. Қайрат Нұртас шығады деп көп күткен едік. Әкеңдей адам душта тұрған жерде қасына бармақ түрлі жанына өту ұят деп жатыр. Әкесімен жасты ғой. Күйеуі қызғанбай ма? Ұят болыпты, Қайрат шу шығарып жүрмесін деп алаңдап жатыр желі қолданушылары. Жүр біздің үйге. Бүгін телевизорда қызықты концерт болады. Отырып тыңдаймыз. Рахмет, телевизор бізде де бар. Бірақ онда мен жоқпын ғой. Келесі жолы. Ертең таңертең жұмысқа барушы ем. Кешір.